Әлихан Бөкейхан. Барсиктің 1 минуттық тарихы. Одан Ресей империясы қорқатын. Ол тұлғаны КСРО жойды. Бірақ оның идеялары бүгінге дейін өмір сүруде. Әлихан Бөкейхан кім еді? 19 ғасырдың соңы. Қазақ даласы қысылып барады. Жерлер тартып алынады. Халық кедейлікке ұмтылып жатыр. Сол кезде ол пайда болады. Білімді, қауіпті ақылды, қолайсыз. Ойлауға тыйым салынғанды ашық айтатын адам. Әлихан Бөкейхан жүйеге қарсы шығады, жазады, ұйымдастырады, біріктіреді, алаш қозғалысын жасайды, автономия талап етеді. Жер халыққа, билік қаруға емес, ақылға. Сол үшін оны тұтқындайды, қуғын сүргінде ұстайды, әр қадамын бақылауда ұстайды. Бірақ ол кетпейді, үнсіз қалмайды. Сөзбен күресуді қару ретінде жалғастырады. Ол Мәскеуде министр болуға мүмкіндік алды. Өзін құтқаруға да мүмкіндігі болды, бірақ өз халқын таңдады. Және бұл өлімге әкелді. 1937 жылы атылды. Сотсыз, қабірі жоқ. Бірақ қазір оның есімі мектептерде, көшелерде тұр. Әлихан Бөкейхан еркіндікке жете алмады, бірақ ол оның бағасы болды.